Таксисттің баласы. Ауданда тұрсақ та жағдайымыз өте жақсы еді. Өзіміздің үлкен дүкеніміз болды. Үйде үй қызметшілерін ұстадық. Анам дүкенде, әкем екеуі, сатушымыз үшеуі тұратын. Дүкеніміз үлкен еді. Мен 8-ші сынып оқушысымын. Еш уайым жоқ, көйлегім көк, қарным тоқ, үйде ешқандай шаруа жасамаймын, барлығын жасайтын адамдар бар. Басқа адамдарда ақша жоқ десе, біз ең бай адамдар болдық. Әкемнің мінезі қатал, ал анам өте мейірбан адам. Әкемнің мінезі қатал болса да, балалары десе жанын беретін, бар жағдайын жасайтын нағыз ер адам. Мен орыс сыныбында оқыдым, шамамен 2012-2013 жылдар. Үйіміз мектептен алыстау, сондықтан менің жеке таксиім болды. Таксист жап-жас жігіт, өте көрікті, ер мінезді болса да, өте ақ көңіл екені көрініп тұр. Қыркүйектен бастап, мені тек сол такси мектепке апарып тастайтын болды. 3-4 ай бойы тек сол таксимен барып жүрдім. Себебі ата-анамның қолдары тимейтін. Біздің балалық шағымыз бақытты өтсін деп, ол кісілер өте көп жұмыс жасайтын. Күндердің күнінде мен сол таксист жігітке ғашық болып қалдым. Жасым небәрі 13-14-те. Сол жігітке қатты басым кетті. Ол жігітте өз сезімін көп ұзамай маған білдірді. Екеуміз күнде бір-бірімізді көріп жүргеннен кейін үйреніп қалдық. Демалыс күндері іздеп тұратынбыз. Көргіміз келіп, сабақ басталса аяқталғанын күтіп, мен үйге апарып тастайтын болғасын. Солай күндер өтіп жүргенде, кешке мен подругамның үйіне баратын болдым. Таксист жігіт мені апарып тастады. Үйге қайтып келе жатқан кезде, шамамен 9-10 кез еді. Маған есік ашамын деп көлігінен түсіп, мені құшақтап алды да, ернімнен өлгенше сүйіп алды. Мен де инициатива танытып, онымен сүйісіп кеттім. Өйткені оны жүрегім қалап тұрды. Ол менен 12 жас үлкен болды. Сүйістің арты үлкен төсекпен аяқталды. Дәл сол машинаның ішінде ауылдың сыртына барып, екеуміз бір түн өткіздік. Бірақ мені бірден үйіме апарып тастады. Себебі әкемнің мінезі ауыр еді. Солай күнде құрбыма барамын деп үйдегілерге айтып кетіп, сол жігітіммен болып жүрдік. 2-3 айдан кейін менің аяғым ауыр екенін білдім. Ал мен бар жоғы 8-ші сыныпта ғана оқимын. Желтоқсан айы. Мама-папам бұл информацияны біраз уақыт қабылдамай, қанша ұрсыз естіп, мені үйден шығармай қойды. Бір жағынан мен әлі кішкентаймын. Екінші жағынан жігітім таксист, плюс жағдайы біздігінен өте төмен. Ал бізде махаббат, жүрекке әмір жүрмейді. Білмеймін, әлде алғашқы махаббат па? Мамаларым қалаға товар әкелуге кеткенде, жігітімді шақырып алатын үйге. Соңында мені жігітім алып қашты. Ауылдың бәрінде шок. Мен болсам әлі жасыма да жетпеген. Сөйтіп менің ата-анам бізге қаладан үй алып беріп, ауылдың өсегіне қалмасын деп, 8-ші сынып оқып жатсам да, 9-ші сынып бітірді деп аттестат алып беріп, бүйтіп мені колледжге оқуға түсірді. Ал мен мектепте үздік оқушы едім. Қалаға көшіп, баламды босандым. Шекесі торсықтай ұл тудым. Бақытты күндер кешіп жүрдік. Папаларым маған магазин ашып берді. Ол жерде мен киім саттым. Бірақ кішкентай болғаннан кейін ол шаруаны алып кете алмадым. Әкем күйеу баласын соңына дейін қабылдай алмай жүрді. Ал анам даналыққа салынып, барлығын сабырмен, түсінікпен қабылдады. Бірақ бірден емес әрине. Сөйтіп күйеуімді әкем менсінбегеннен кейін, уақыт өте мен де күйеуімді бір түрлі менсінбей бастадым. Басқа жігіттермен жазысып көрдім, сөйлесіп көрдім. Күйеуім спортсмен болатын. Жарыстарға кеткенде ол жігіттермен тіпті кездесіп те көрдім.
Сөйтіп ол информацияның барлығын күйеуім білгеннен кейін әкеммен араларында кикілжің пайда болып, ол жігітім өзіне қол жұмсады. Яғни өмірден өтті. Сол кезде бізде өте үлкен проблема болды. Күйеуімнің жағы қайын жұртым, күйеуімнің сондай ситуацияға ұшырағанын менен көріп, барлық ауыл мені сол үшін кінәлап, мені жүріс жүріп кетті. Сол жүріс жүргеннің кесірінен күйеуім содан осындай жағдайға ұшырады деп барлығы менен ғана көрді. Басқа ешқандай вариант қарастырмай, тек қана барлығына мені кінәлайтын. Бірақ мен нақты ол ситуация не үшін орын алғандығын мен де білмейтін едім. Мүмкін әкеммен арасында кикілжің болып, сондай әрекет орын алды ма? Бұл іс-әрекеттің вообще болғанының барлығы толықтай құпия болып қалды. Оны ешкім де білген жоқ, бірақ біз үшін бұл шок жаңалық болды. Бірақ менің ол адамға деген махаббатым сол арада суып кетті. Сөйтіп мен бірден қаладағы ісімді алып жүре алмағаннан кейін ауылға бардым. Қайын жұртым мені үйіне кіргізген жоқ. Мен енді үйімнің жағдайы жақсы болғаннан кейін әрине өз үйіме баруыма тура келді. Өз үйіме бардым, олар мені өте жақсы қарсы алды, бірақ ауылда үлкен шу болды. Барлығы мені жүріс қой, жасына жетпей бала туған деп, мен балам туылған кезде менің жасым 14-те болатын сол кезде. Сөйтіп уақыт өтті, мен енді жас организм болғаннан кейін мен жігіттермен ауылда жүріп бастадым. Ол кезде менің атым тағы да шықты, бірақ менің тәп-тәпті ұлым болатын. Бір кездері магазинге сатушы болып шықтым, сатушының орнына. Сөйтіп өзіміздің дүкенімізде өзім ақша тауып, ақша жинап жүрдім. Сөйтіп жылдардан жылдар өтіп, 4-5 жыл өтті, қалаға баратынмын, жағдайым жақсы болды, әкем маған көлік сыйлады. Сөйтіп біраз жағдайым жасап алдым. Енді өткен нәрсеге өкпем жоқ, бірақ өкінетін нәрселер өте көп. Менің түрім деген өте сұлу, денем келіскен, фигура десе фигурам бар, маған барлығы ғашық болатын тұғын. Бірақ ер адамдар, әйел адамдарға қарағанда өсекті көп айтатын болғаннан кейін, мен жайлы өсекті ауылда еркектер көп айтатын. Әсіресе маған қол жеткізе алмай, менімен бола алмай қалған еркектер көп өсек айтатын. Сөйтіп ауылда маған бір жігіт ғашық болды. Өзінің бойы кішкентай, қаралау келген, түрі онша күшті емес, бірақ андай пысық, сондай жігіт. Ол үлкен ауылдағы камазистің баласы болды. Сол жігіт маған ғашық болып қалады, дүкенге күнде келеді, маған сыйлықтар жібереді, гүл жібереді. Сөйтіп әкем оның барлығын естіп, әкем айтады, егер тұрмысқа шықсаң, тек қана соған шығасың деп інім екеуі айтады. Сөйтіп сол жігітті күнде ауылда көріп жүргеннен кейін мен де ол жігітке ғашық болып қалдым. Ол жігіт өзі кішкентай арықтау болғанмен де денесі кішкене андай тыншықтай жігіт болатын. Сөйтіп мен ол жігітке ғашық болдым. Ғашық болып, сол жігітке тұрмысқа шығатын болдым. Аяқ астында біз ол жігітпен 2 жыл жүрдік. Аяқ асты менің аяғым ауыр болып, үйленеміз деп шештік. Ішімде 3 айлық балама 2 қабатпын. Жолдастарымыздың тойына барамыз. Күйеуім де барды, мен де барды. Ол кезде ол менің күйеуім емес, әлі үйленбегенбіз, мен алып қашпаған әлі. Сөйтіп жүргенде тойдағы қыз жолдаспен менің күйеуім тойдың үстінен кетіп қалады. Сөйтіп өсек естеймін, солай менің күйеуім сомен жыныстық қатынасқа түскен. Ойлаңыздаршы, тойымыздың болатынына аз уақыт қалған. Екеуміз официально үйленбесек те енді жыныстық өмірмен сүріп жүрміз ғой, қарым-қатынаспен. Сөйтіп маған өте ауыр тиді, бірақ мен оны кешірдім, өйткені мен оны жақсы көрдім. Сөйтіп мені ұзатты үйдегілер, одан кейін барып тойымыз болды, бәрі жақсы болып жатты. Мен қыз тудым. Сөйтіп қыз туғаннан кейін артынан 2-ші бала, білесіздер ғой, бірден туылатын, артынан ұл тудым. Ұл туғаннан кейін күйеуім маған внимание бөлмей қойды. Мен бірінші қыз туғаннан кейін ойлайтын, может, бала көбірек болса, маған внимание көбірек бөлетін шығар деп. Біз қалада менің ата-анам алып берген үйде тұрдық. Менің өзімнің көлігім болды, ал күйеуімнің ештеңесі жоқ. Менің әкем оған бір магазин, дүкен ашып берді, көліктің заттарын сататын. Сөйтіп
жағдайым жақсы болып кететін шығар деп жүргенде өзім барлық бақытты өмірімнен отказ жасап осындай жігітке күйеуге шықтым. И соңында ол жігіт шөп шегіп жүріс жүріп кетті. Ойлаңыздаршы, мен өте көрікті едім, тағы да қайталап айтамын, менің сұлулығыма тамсанбайтын адам жоқ еді. Барлық әйелдер де еркектер де, бірақ мен онымен мақтанбаймын әрине, бірақ мен қаншалықты берекелі болсам да, қаншалықты сұлу болсам да, әдемі болсам да, ол жігіт жаңағыдай жүріс жүріп кетті. Сөйтіп жарайды деп тағы да кешірім бердім. Анам айтты, егер тағы да сондай әрекет жасайтын болса, онда ажырасып кетесің деп. Сөйтіп екіқабат болмайтындай шараларын жасадым. Сонымен уақыт өтіп жатты, күйеуім маған мүлдем внимание бөлмейді. Сөйтіп күйеуім тағы да жүріс жүріп кетті. Сөйтіп күйеуіммен ажырасып кеттім. Қазіргі таңда екі баламменмін, ал бірінші баламды менің әу баста 2-3 тұрмысқа шығайын деп жатқанда әке-шешем өздерінің аттарына жаздырып алған. Енді менің ары қарайғы тағдырымның қалай болатыны белгісіз, бірақ осындай менің жасаған қателіктерімді сіздердің жасамауларыңызды сұраймын. Осы менің жасаған қателіктерімнен сіздерге сабақ алуларыңызды сұраймын деп кейіпкер өз әңгімесін аяқтайды. Сіздерге қызықты болса, қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Бұл ешқандай да ертегі емес. Менің құрбымның басынан өткен оқиғасы, өкінішке орай.